Баршаңызға сәлем, мың бір кеңес каналында зімбірдің пайдасы туралы айтатын боламыз. Зімбірдің пайдасы жайлы аз айтылған емес. Оның адам ағзасына пайдасы барын медицина дәлелдеген. Дегенмен зімбірді де дұрыс қолдану керектігін ұмытпаған жөн. Алдымен пайдасынан бастайық. Зімбірдің тамырында А, С, В1, В2 дәрумендері, магний, фосфор, темір, кальций, натрий, цинк және калий сынды минералды заттар мен түрлі пайдалы амин қышқылдары бар. Зімбір арықтауға көмектеседі. Ол қанды қыздырып, айналымын жақсартады. Соның арқасында асқазан жұмысымен зат алмасу күшейеді де адамның арықтауына септігін тигізеді. Зімбір тұмауды емдейді. Оның бактерия, вирус пен қатерлі ісікке қарсы тұрар қуаты мығым. Сондықтан зімбір шайын дайындап, немесе зімбір мен эфир майын қосып, ингаляция жасау арқылы тұмаудан тез сауығуға болады. Ал эпидемия кезінде зімбірдің адам иммунитетін қалыптастырудағы маңызы ерекше. Ол қан қысымын түсіреді. Жоғарыда айтқанымыздай, зімбір қан айналымын күшейтеді. Соның есебінен қан қысымы да төмендейді. Сондай-ақ миға оттегі айдауға көмектеседі. Ол иммунитетті күшейтеді. Зімбірдің құрамында дәрумен өте көп. Әсіресе В тобына жататын дәрумендер мол. Аскорбин қышқылы мен ретинол бар. Ал бұлар адам иммунитетін күшейтуге жақсы көмектеседі. Зімбір қан айналымын жақсарту арқылы ішек спазмасын жеңілдетіп, содан тағам уытын тез қайтарады. Ол үшін зімбірді кішкене бөлікке бөліп алып шайнап, сумен жұту керек. Енді зімбірдің зиянына да тоқталып өтейік. Зімбір өте қатты уытты өсімдік. Сондықтан оны пайдаланғанда абай болған жөн. Әсіресе зімбірдің шайын ішер кезде өте сақ болған абзал. Дәмі аздап ашыған не қышқылға айналған тәрізді болса, онда оны ішпеген жөн. Зімбірді төмендегі жағдайларда жеуге, ішуге болмайды. Гастрит, асқазан жарасы бар адамдарға. Зімбір асқазанның шырышты қабығын тітіркендіруі мүмкін. Сондықтан асқазан қышқылы көбейген жағдайда зімбір шайын ішпей-ақ қойған жөн. Бүйрегінде тасы барларға. Зімбір бүйректегі тастың әрі-бері қозғалуына әсер етуі мүмкін, ал бұл бүйрекке жақсы емес. Зімбірді дене қызуы 38 градустан асқан кезде ішуге болмайды. Өйткені қызуды одан әрі көтеріп жіберуі мүмкін. Жүрек ауруы бар адамдарға да зімбірді жеуге болмайды. Миокард, ишемиялық жүрек аурулары, қан қысымы жоғары, инсульт, инфаркт алған адамдарға зімбір шайын көп ішуге болмайды. Өйткені жоғарыда айтылғандай қан айналымы күшейіп, жүрекке салмақ түсуі мүмкін. Сондай-ақ жүктіліктің екінші кезеңінде мүлде қолдануға болмайды. Өйткені қан қысымын көтеріп жіберуі мүмкін. Зімбірде ең көп калий бар. Ол диуретиктерді қабылдайтындар үшін пайдалы. Бұл уақытта сұйықтықпен бірге дене калийдің көп мөлшерін жоғалтады. Ал зімбір оның деңгейін қалпына келтіруге көмектеседі. Құрамындағы талшық пен пектин заттарының арқасында зімбір ас қорыту жүйесінің жұмысына көмектеседі. Асқазанның ас қорыту бездерінің секрециясын ынталандырады. Микрофлора мен ішектің жұмысына жақсы әсер етеді. Сонымен қатар, сіз газдың пайда болуынан аздап зардап шексеңіз, зімбір пайдалы. Зімбірдің құрамындағы ерекше зат арықтауға ықпал етеді деп есептеледі. Ол гингерол 6 алкалоидтары. Ол дененің жылу өндірісін күшейтеді және метаболизмді жылдамдатады. Сонымен қатар ол майлы тіндердің жиналуын болдырмайды. Зімбірге бай йод және сілтілі негіздермен бірге калий, жүрек тамыр жүйесі мен қалқанша безінің ауруларында ағзаға жақсы әсер етеді. Одан басқа зімбір жүйке жүйесінің жұмысына, сондай-ақ ақуыздардың синтезіне және ағзадан улы элементтерді кетіруге өте қажет магнийге бай. Сонымен қатар магний инфаркттан кейінгі адамның жағдайына жақсы әсер етеді.
Сондай-ақ зімбірдегі кальцийдің жоғары мөлшері егде жастағы әйелдерге және қарт адамдарға өте пайдалы. Ол қалыпты қан қысымын сақтауға ықпал етеді және ферменттердің жұмысын реттейді. Бұл ащы тамыр сонымен қатар холестериннің жиналуы мен қандағы қанттың жоғарылауы сияқты жалпы проблемалармен күреседі. Ол қан тамырларын нығайтады және қан ұйғыштарының алдын алады. Зімбірді суық тию кезінде жиі қолданатыны белгілі. Бұл өсімдік бойды жылытып, денеден көптеп тер шығаруына әсер етеді. Бір кесе зімбір шайы толыққанды ем болмағанмен, бой жылытып ауру белгілерін жеңілдетуге көмектеседі. Зімбір негізінен эстрогенге бай өнім. Эстроген зат алмасу процестеріне қатысады және көңіл күйдің тұрақтылығына жауап беретін гормон. Дәстүрлі медицинада зімбір буын ауруларын, артрит және артрозды емдеу үшін де қолданылады. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.